Сәлем балалар, бүгін бізде сабақта әдебиеттік оқу 3-ші сынып 74-ші сабақ. Тақырыбымыз Батыр ана. Балалар, каналға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаймыз. Себебі жаңа сабақ сіздерге бірінші болып көрінетін болады. Батыр ана кейіпкерлердің іс-әрекетін бағалайсың. Бірінші тапсырма. Ұлы Отан соғысына қатысты ерлік туралы сөздерді дұрыс түсініп оқы, жаттап ал. Батыл болмай, батыр болмайсың. Өжет адам өлімді жеңеді. Тәуекелшіл тайынбайды. Ерлік пен бірлік жеңіске жеткізеді. Қорқақ қол бастамайды. Балалар, яғни бұл ерлікке қатысты Ұлы Отан соғысына арналған сөздерді жаттап алуымыз қажет болады. Екінші тапсырма. Әңгімені түсініп оқы. Батырдың мінезі. Шайқас кезінде жауынгерлерге жігер беретін ең күшті жебеуші нәрсе не? Бауке, деп сұрадым батырдан. Командирдің жеке басының қайраты, деді Баукең. Осыған байланысты өз майдан жолыңыздан бір әңгіме айтып беріңізші, Бауке. Немене, мақтануым керек пе? Жоқ, болған оқиғаны айтып беруіңізді сұраймын. Тыңда ендіше. Бір жолы біздің батальон қалың орманға қарай бет алды. Орманға 150-200 метрдей таянып қалдық. Оқ бойы алдымызда бара жатқан екі шолғыншы жауынгердің біреуі көмілген минаға ұрынып аспанға ұшты. Екінші шолғыншы да алға қарай бір-екі аттап қалғанда минаға соғылды. Бәріміз де тоқтай қалдық. Мина көмілген алаңға келіккенімізді түсіндік. Енді ілгері жүру қауіпті. Бірақ кейін шегінуімізге болмайды. Қайткенде де орманға кіруіміз керек. Бекініс жасар жер алдымызда. Жауынгерлеріме қарадым. Бәрі тым-тырыс. Аяқтарын бір адым ілгері аттап басуға ешбіреуінің де батылдары жетпей тұрғанын өңдерінен таныдым. Енді не амал табуың керек. Менің астыма мінген атым бар болатын. Тәуекелге бел байладым да атпен алға тура жүріп кеттім. Орманға жеткен соң бұрылып, кейін қайрылдым. Осылай ерсілі-қарсылы 2-3 рет жүріп өтіп із салдым. Сонан соң жауынгерлерге еріңдер соңымнан, бір ғана қатармен, біріңнің артыңнан бірің менің ізіммен тұп-тура жүріп отырыңдар деп бұйрық бердім. Қозғалып кеттім. Орманға жеткенше еш жағыма бұрылып қарағаным жоқ. Екі көзім тек алда болды. Соңымнан жігіттердің көздерін менен айырмай аяқтарын батыл басып келе жатқандарын ішімнен сезіндім. Қауіпті зонадан бәріміз аман өттік. Мина көмілген жерді кесіп жүріп келе жатқанымызда қатерге ұшырармын деп қауіптендіңіз бе? Тәуекелге бел буған адамды қорқыныш билемейді. Соғыста ең қауіпті нәрсе не? Паника. Қазақша айтқанда үрей. Авторы Нығмет Ғабдуллин. Үшінші тапсырма. Түсініп оқы. Мәтіннің авторы туралы әңгімеле. Нығмет Ғабдуллин, жазушы, ғалым. Нығмет Ғабдуллин 1927 жылғы Ақмола облысы Атбасар ауданы Шұңқыркөл ауылында дүниеге келген. Ұлы Отан соғысының батыры. Бауыржан Момышұлы туралы әңгіме жазған. 2005 жылы дүниеден озған. Мәтіндегі оқиға кімдердің арасында құрылған? Мәтіндегі оқиға автор Нығмет Ғабдуллин мен Бауыржан Момышұлы арасындағы сұрақ-жауап түрінде құрылған.
олар соғыс туралы әңгімелеп, оны өрбіткен. 5-ші тапсырма. Мәтіннен нақыл сөзді тауып, дәптерге жаз. Мәтіндегі нақыл сөз тәуекелге бел болған адамды қорқыныш билемейді деп жазылған екен. 6-шы тапсырма. 1-ші тапсырмада берілген нақыл сөздердің мәтінге қатысын айт. Кімге қатысты? Неліктен? 1-ші тапсырмадағы нақыл сөздер батырға қатысты. Өйткені барлық нақыл сөздер батырлыққа қатысты айтылған. Яғни ең 1-ші тапсырмадағы нақыл сөздердің барлығы дерлік батырлыққа, өжеттілікке айтылған. 7-ші тапсырма. Осы нақыл сөздердегі жеке сөздерді пайдаланып, Бауыржан Момышұлын сипатта. Мысалы, Бауыржан Момышұлы тәуекелшіл, өжет, сонымен қатар батыр, батыр да батыл, ер мінезді адам. Осы әңгіме бойынша қандай сурет салар едің? Яғни біздер көз алдымызға батырдың бейнесін салар едік. Онда Бауыржан Момышұлының суреті де берілген. Оның басында бас киімі, үстінде медалдары бар. Яғни өте сұсты, батыр, батыл, ержүрек адамның бейнесін салар едік. Балалар, осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.